Қайырлы күн құрметті көрермен, арнамыз Б дивизионы және алғашқы матч басталды. Сонымен көрейік. Сонымен соққы, қақпаның маңдайшасы құтқарды, екінші соққы және гол. Академия үшін тарихи минут, тарихи гол. Қараңыздар, Шипицин соққы бағыттады, маңдайша тиді, жалғыз ғана арғын жұма келді. Қақпаның алдынан табыла кетті, сөйтіп матчтағы алғашқы голды соқты. 1-0 Шипициннің соққысын қараңыздар. Қандай бір кәсіпқой деңгейде ойнап жүрген футбол лигасының бас серіктесі Freedom Holding компаниясы. Академияның шабуылы, соққы! Мінекей бағанағы сәт. Тағы да сол Шипицин ғой бұл. Бағана айыптауын орындағанда. Осы жігіт. Заречный. Өкшемен Заречный. Соққы гол! Есеп 2-0. Қандай тамаша комбинация. Өкшемен пас шығарып берді ғой. Давид Заречныйға. Көруіміз қажет. Мінекей Заречныйдің пасы өкшемен. Қараңыздар. Неткен әдемі. Қақпашыны да алдап өтті. Заречныйға мұндай пасты кім беріп жүрген? Соны дұрыс көре алмай қалдық. Мәди Ерсайын. Орталық жартылай қорғаушы. Екінші таймдағы алғашқы бұрыштама Давид Заречный. Өлете асылған пас және гол! Ақыры Шипицин гол соқтау. 4 соққы жасады бүгінгі матчта және 5-ші соққысы ешқандай қиын аяқталған сәтте. Тағы бір гол соқты. Нәтижелі пастың авторы команда капитаны Асхат Дутбаев. Мінекей қараңыздар. Қатолады екен. 2008 жылы 12 мамырда дүниеге келген. Ортаға пас, соққы қақпаға. Шақ қалды. Давид. Әдемі пас ортаға. 24-інде. 17 жасқа толады екен. Қазір міне мүмкінді. Бірден ойынға жақсы еніп кет. Мінекей тамаша пас және Әмірхан Маратов осылай билеуге лайық гол соқты. Әмірхан 65 минут басталар сәтте қараңыздар. Бет-бе-бет қақпашымен үстінен асырып допты астынан келіп ілес алды. Қараңыздар. Қандай әдемі. Леген кетті. Пас және Әмірхан Маратов. Маратов бағанағындай гол соғала ма жоқ? Мұнаны қараңыздар. Не істеп жатыр Әмірхан Маратов бүгін? Менің көзіме құрметті көрермен кешірім сұраймын, топ асып өткендей көрінді. Бірақ не істеді мұна Әмірхан Маратов? Әдемі гол қараңыздаршы. Қақпашы алға шығып кеткен. Тура міне 9-қа топ ете қалған ғой. Тура 9-қа қараңыздаршы. 5-0 деге жоспарланған ол кездесу. Тағы да міне шабуыл, бұл жолы қиыс кетті. Бұл академияның тағы да бір ұйымдастырған қауіпті шабуылы. Алда ортаға пас Әмірхан Маратов. Заречников қандай сұңғыла пас соққы! Ойыннан тыс қалып қойған. Бұл Мансур Болат. Пас Заречников. Шипицин.
Шипицын тағы да маңдай шақ. Осымен ойын аяқталды. Құрметті көрермен, Қазақстан футбол федерациясының академиясы Алтайды 5-0 есебімен талқандап тастады. Арғын Жұмагелді, Давид Заречный, Фотон Шипицын 1-1 голдан соқты.